Ассалаумағалейкум қазақ елі. Міне бүгін 13 ноябрь 2024 жыл. Шымкент мал базарындамыз. Міне бүгін көрсетімде жылқы малының бағаларын, сатылған бағаларын көрсетіп өтетін боламын. Подписаться кнопкасын басып тіркеліп қойыңыздар. Міне мына байланғандай 340 мың теңге болыпты. Қанша болды братан мынау? Жабағы жайлы. Міне мына екі жабағыда 220 мың теңге болыпты. Жақсы аттың баласы дейді. 220 мың теңге болыпты. Братан қанша? 100 мың. Полторашки ма? Bir жарым жасар ат 320 мың теңге. Еркек бар қашы ма? Ұрғашы. Ұрғашы екен. Семіз. Мына екі полторашкіге тайлар 335 мыңнан болды. Тай қанша братан? Братан? Қанша болды? А? 220 мың теңге болыпты мына тай. Жабағы. 400 мың теңге болыпты. Байтал. Қанша болды братан? Қанша болды брат? 350 мың теңге болыпты мынау. Алып жасар ат 1 200 мың теңге сұрап тұр. Бойы биік ат екен. Жақсы ат екен. Айғыр 600 мың теңге болыпты. Жуан ат екен. 600 мың теңге сатылыпты. Жасы қаншада братан? Толым 130 мың теңге болыпты. Мына полторашкідай 330 мың теңге болыпты. 330 мың теңге сатылыпты қазір. Қазір бар. Қанша болды братан мынау? 325 мың теңге болыпты мына тай. Хайт! Қанша болды братан? Мына 400 мың теңге болыпты. Bir жарым жасар ұрғашы тай 330 мың теңге болыпты. 330 мың теңге болыпты. Мына қолынды биені 850 мың теңге сатты. Артында қолына 4-ші тума. Қолынды бие. Жуасы екен қолыны да. 7 жасар айғыр 800 мың теңге болыпты. 7 жасар екен. Жалпақ. $800 мың теңге болсын. 800 мың теңге сатылып кетті. Жабағыта 225 мың теңге болыпты. Зор тай екен.
225 мың теңге болыпты. Жеті жасар айғыр 800 мың теңге сұрапты. Мына көкпарға әлі қатыспаған екен. Жеті жасар айғыр. Үйірде жүрген екен. Аяқ қолы бүтін екен әлі. Байланған 2 жасар аттарды 550 мың теңге сұрапты. 550 мың теңгеден сұрап. 6 жасар ат 850 мың теңге сұрапты. Көкпарға қатысқан екен. 850 мың теңге сұрап тұр. Аяқ қолы бүтін, жақсы деген. 2 жасар еректай 500 мың теңге болыпты. Жақсы егі деген. 500 мың теңге болыпты.